Өмірде күйіндіретін, қинайтын нәрсе де бар. Ұстаз деген адамның, мысалы Абай атамыз айтқан ғой, адам тәрбиелейтін ата-анасы, ұстазы, достары деген. Сол ұстаздардың өзінің функциясын білмей, өзінің функциясын қазір жұмыс еткен нәрсесін түсінбей, соны дұрыс жұмыс істей алмай жүргендеріне таң қаламын. Айқайлаған, кім қатты сөйлеген, даусын көтеріп, біреудің намысына тиген ұстаздар мықты ұстаз деп ойлайды өздерін. Неге сол баламен жай сөйлесіп, оның ішкі дүниесіне қарап, осыдан бір жыл бұрын ба, ништа ғана бала терезеден секіріп кеткен кезде жеткізген, соны бірінші достары айтты, әзілдеді, юбка киіп келдің, ана мынау деді. Одан кейін мұғалімдері, заведующий, завуштар айқайлады, сен неге өйтіпсің, бүйтіпсің. Одан кейін әкесінен ешқандай поддержка көрмеді де, бала суицид жасады. Сонда ол ұстазды қалай ұстаз деп айтуға болады? Мысалы, мен көп көремін осындай ұстаздарды. Айқайлап, ұрысып, жер жебіріне жетіп, намысына тиіп. Ұстаз деген негізі көзбен түсіндіріп, көп сөйлемей, балаға қарап, әңгімесін түсіндіретіндей болу керек та. Менің ұстазым мысалы кезінде орыс тілі мұғалімі, мен мектепте оқып жүргенде тез бардым да, ерте қызғалдақтар жұлып алып келдім да, соның бәріне перес сеуіп тастадым да, сөйтіп тастаған қыздарға таратып тастадым. Қызық болды маған. Мұғалім кіргенде бәрі түшкірді, қызық болды, бірақ мұғалім маған қарады да, Қалтай, кто это сделал деді, Қалтай деп бәрі көрсетті, мен тұрдым, маған мұғалім қарады да, оригинально деді. Үш-ақ сөз айтты, бірақ көзбен айтты. Сол кезде менің жан дүниеме кәдімгідей кіріп, сол кісінің айтқан сөздері. Ұрысқан жоқ, бірақ сол сөзбен ақ маған түсіндірді. Ұстаз деген негізі екінші ана, екінші әке болу керек. Бірақ бізде қазір тенденция кетіп қалды. Қазақстанның дамымау себебінің бірі осы ұстаздардың өзін жоғары ұстап, немесе айқайлай беруден. Қазір айтуы мүмкін шығар ұстаздар, оқушыларда нашар болып кетті. Жоқ. Мықты, білімді, өз жұмысын мағынасын білетін ұстаз болса ше, келген студентті көндіріс, келген оқушыны көндіруге, келген студентті көндіруге болады. Ал егер сіз білімді, мықты болмасаңыз, ол еш нәрсеге жетіспейді сізді. Айқаймен, шумен, ұрсумен, айқаймен ешқандай ештеңе дәлелдей алмайсыз. Сізден қорқуы мүмкін, бірақ сізді сыйламайды. Театр ана айуан деп айтады. Мен сондай мұғалімдерді білем өзім коллегаларым. Студенттерім айтады, ана айуан театр, ана анандай театр деп айтады ол. Өйткені олар жек көреді ол. Бәріміз бала болдық. Сондықтан, құрметті ұстаздар, бірінші нәрсе өзіңіздің біліктілігіңізді айқай шумен емес, шынымен баланың жанын түсінумен көрсету керексіздер.